14 жасқа толған балаларға арналған. Бүгінде ең ұшынан жалғасқан сыбайлас жемқорлық қоғамдағы өзекті мәселенің бірі. Мемлекет қаржысын жымқырып, мүлкін әкесінен қалған мұрадай пайдаланған шенді шекпенділер шетінен тұтылып жатқанын көз көріп, жиі құлақ естіп жүр. Бұл бақты еліміздің мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі тарапынан ашық қоғам құруға, заң үстемдігін орнатуға нақты шаралар қабылданып, пәрменді жұмыс атқарылуда. Осы орайда Сыр өңірінде Ақмешіт адалдық алаңы кеңселік жобасы құрылды. Дербес ұйымның басты қағидасы жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу. Мемлекеттік қызметкерлердің қандайда бір заң бұзушылық әрекеттерін әшкерелеу. Армысыз ағайын, бұл репортер ұсынады хабары. Біз бүгінгі шығарылымда Ақмешіт адалдық алаңы жобасы өкілдерінің бір күндік жұмысын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ғаламторға көз жүгіртсең, қоғамдық тәртіппен халықтың құқығын қорғайтын полиция қызметкерлерінің заңды белшесінен басып, теріс қылығымен елдің ашу-ызасына тиген видеолары әлеуметтік желіде өріп жүр. Жасыратын жоқ, кейде шен таққан шекпенділер өздерін құдайдай сезініп, шектен тыс заң бұзушылықтарға барып жатады. Алайда сол үшін опық жейтінін кеш түсінеді. Өйткені қазір кез келген адам тәртіп бұзған сақшының өзін смартфонына түсіріп, заңсыз әрекетін ғаламтор арқылы дүйім елге жариялайды. Бүгінде аймақта сыбайлас жемқорлық тәуекелдері басым салаларға облыстық мемлекеттік қызмет істері департаменті жанынан құрылған Ақмешіт адалдық алаңы кеңселік жобасы сырттай зерделеу жұмыстарын бастап кетті. Бұл үкіметтік емес ұйымдардан, жастар ресурстық орталығынан, бұқаралық ақпарат құралдарынан және құзырлы орган өкілдерінен құралған дербес ұйым. Ең басты міндет қоғамда парақорлықтың жолын кесіп, заң үстемдігін қалыптастыру. Қазір бізде Ақмешіт адалдық алаңының офисін біз облыс әкімдігінің ғимаратының бірінші қабатына көшіріп жатырмыз. Ол жерде қазір жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Open Space принципімен жұмыстар жүргізілетін болады. Жобаның негізгі мақсаты мынау тұрмыстық деңгейдегі сыбайлас жемқорлықты азайту, сосын агенттікпен бекітілген 10 сала бар әзірге, яғни сыбайлас жемқорлық тәуекелдері үнемі жиі кездесетін, құқық бұзушылықтар жиі кездесетін, бұл мынау білім саласы, медицина саласы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, құрылыс саласы бар. Сосын жаңағы тағы да басқа әлеуметтік салалар бар. Полиция қызметкерлеріне байланысты. Сондықтан осы салаларға байланысты қазір бізде арнайы зерттеу, мониторинг жұмыстары қазір жүргізілуде. Мақсат айқын, алға қойған жоспар көп. Топ мүшелері бұл жолы құқық қорғау саласы қызметкерлерінің жұмыс барысындағы заңсыз әрекеттерін анықтау үшін рейдке шықты. Көп ұзамай-ақ жол қозғалысы ережесінің талаптарын сақтамаған полиция автокөлігін көз шалды. Көше қиылысындағы жаяу жүргінші белгісінің тап түбіне тұрақтаған. Рейд барысында белгілі болғандай, бұл Toyota Corolla облыстық полиция департаментінің бас тергеушісінің қызметтік көлігі болып шықты. Егер дәл осылай қарапайым жүргізуші жеке автокөлігін рұқсат етілмеген жерге қойып кетер болса, сол маңайдағы бейнебақылау камерасы заң бұзушылықты анықтап, жол патрульдік полиция тез арада жетіп келер еді. Бірақ бұл жолы жоғары лауазымды басшының қаһарынан қорықты ма, әлде басқа да себептер болды ма, қалада әрлі-берлі ызғып жүретін патрульдік полицияны ұзақ күтуге мәжбүр болдық. Бұл автокөлік нарушениесі пешеходқа жаяу жүргінші жолағына дейінгі арақашықтық сақталмай тұр. Яғни жаяу жүргіншіден пешеходқа дейін арақашықтық 5 метр сақталу керек автокөлік. 5 метрден аса болады. Өзі заң бұзушылық бар ғой енді? Заң орын алып тұр. Қандай мөлшерде? Не статьясы қандай? Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 597 баптың 7-ші бөлімінде көрсетілгендей, яғни қос мемлекет белгісі шешіледі. 5 айлық көлемде
айыппұл салынды. Дегенмен тиісті құқықтық шара көрілді. Жүргізушіге әкімшілік құқық бұзушылық хаттамасы толтырылып, автокөліктің мемлекеттік белгісі уақытша тәркіленді. Мұнан соң рейдтік шара қаладағы мектеп, балабақша орналасқан аумақтарда жалғасты. Себебі мемлекеттік қызметтегі лауазымды басшылар қызметтік көлігін жеке мүддесіне пайдаланып, баласын мектептен, әйелін дүкеннен тасымалдап жататыны жасырын емес. Мәселен, мұрагер мектебі жанынан оқушылар сабақтан шыққан уақытта ауыл шаруашылығы министрлігінің аймақтағы агроөнеркәсіптік аумақтық инспекциясының 497 АР мемлекеттік белгісі бар автокөлік анықталды. Бірақ телеарна камерасын байқап қалған жүргізуші баланы өз көлігіне емес, таксиге мінгізіп жіберді. Сіз бағана мен бақырып тұрмыз, сіз бала келді, такси шақырып, такси отырып жүрсіз баланы. Ой, жоқ деймін, ондай болған жоқ. Мен жолдас боламын ғой, звондап тұсап не істеп жүрейін ба? Жоқ, ол керек емес, бұл жерде неғып тұр жұмыс уақытында. Жоқ, мен затымды алып не істеп тұрмын, сонымен сөйлестім, сонымен кетіп барады, не істеп. Мен бала алып тұрған жоқ, мектепке алып тұрған жоқ. Жоқ, мектепке жақындаған жоқ. Сіз баламен неғылдыңыз ғой? Ол мен амандасыз, баламен амандасыз, сосын таксиге отырып жүрсіз. Дегенмен жұмыс уақытында ауыл шаруашылығы инспекциясының көлігі мектеп аумағында қайдан адасып жүр деген сауал туындайтыны анық. Ал жүргізуші өз жұмыстарымен жүрмін деп ақталуға тырысты. Алайда бұл анықталған дерек облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментіне жолданып, заң тұрғысында зерделеніп, тиісті шара қолданылады. Жалпы алдағы уақытта осындай заң бұзушылықтарға жол бермеу үшін Ақмешіт адалдық алаңы жобасының өкілдері білек сыбана жұмыс істейтін болады. Ақмешіт адалдық алаңы жобалық кеңсесінің мүшелері бүгін сәуір айынан бастап біздер Қызылорда облысындағы полиция қызметіне мониторинг жұмыстарын бастап кеттік. Көп жағдайда мемлекеттік мекемелердің қызметтік автокөліктерінің өздерінің жеке басынан пайдалану мақсатындағы жиі фактілер орын алып жатыр. Мектептерге, дүкендерге, балабақшаларға. Осы мақсатта қазір кезде бірқатар автокөліктер анықталып, қазір кезде осы департамент тарапынан тиісті зерделеу жұмыстары жүргізетін болады. Сонымен қатар қазір кезде полиция органдарының қызметіне қала тұрғындары тарапынан біршама шағымдарда түсіп жатыр, сын пікірлер де бар. Енді біздің мақсат осы айтылған сын пікірлерді осы тиісті органдармен анықтап, дер кезінде жауапты тұлғаларды жауапкершілікке тарту мәселесі бар. Бұл тек бір күндік рейд барысында анықталған деректер, яғни мемлекеттік қызметкерлер тарапынан әлде болса өз құзыретін жеке мүддесіне пайдалануы тыйылмай тұрғанын көрсетеді. Сондықтан Ақмешіт адалдық алаңы жобасының мүшелері аймақ тұрғындарымен ашық байланыс құрып, заң үстемдігін бірлесіп орнатуға шақырады. Заңды білместік, ол жауапкершіліктен босатылмайтын әрбір мемлекет қызметкер, сонымен қатар әрбір тұрғын білу керек. Бәрі заң барлығымызға ортақ. Осы мақсатта біздің де жұмысымыз ашық пен жариялық принципте біз жұмыс жасаймыз. Кез келген Қызылорда қаласының тұрғындары біздің әлеуметтік парақшадағы Facebook және Instagram парақшаларға өздерінің бейнетаспаларын осындай берекетсіз қимылдар болады ма, болмаса жаңағы басқа да жағдайлар бола ма, осы кез келген салалар бойынша, заң бұзушылықтан бұзылу бойынша осы мәселелерді жолдай алады. Тиісінше біздер тиісті зерттеу жұмыстарын жүргізіп, қажетінше тиісті шаралар атқарылатын болады. Қазіргі таңда Ақмешіт адалдық алаң кеңселік жобасы тек облыс орталығында жұмыс істеуде. Алдағы уақытта мұндай жедел мониторингтік топтар барлық ауданда ашылатын болады. Осындай пәрменді жұмыстар арқылы мемлекеттік қызмет саласында жемқорлық тәуекелдерін жойып, халық сенім артатын ашық атқарушы орган қалыптастырамыз дейді департамент басшысы. Қазіргі қоғам мемлекеттік қызметшілердің қате басқан қадамын көп кешіре бермейді. Сосын бұрынғыдай қазақылыққа салынып, пәленше ғой, түгелше ғой, ананың баласы еді, мынаның көкесі еді деген мәселе ол да біртіндеп қалып бара жатыр. Екіншіден, қазіргі мемлекеттік қызметшілердің өздері де түсінді. Сәл ғана танытқан әлсіздігің үшін, сәл ғана бір сезімге берілген үшін, сәл ғана бір шалт басқан қадамың үшін төленетін құн өте жоғары. Яғни ол қоғамдық мін тағылады.
қоғамдық сын тағылады, қажет болатын болса қызметінен босатылады. Сондықтан бұл бағыттағы шаралар қатаң жүргізіліп жатқандықтан қазір мына құқық қорғау саласындағы азаматтар, мемлекет қызметтегі азаматтар барлығы да аяғын тартатын болды, оны мойындау керек. Бірақ енді соған қарамастан мына адамның санасында болмаса бір әдепке, қалыпқа, жазылған заңдылыққа, ережеге бағынғысы келмейтін азаматтар болса, әрине ол азаматтар бірде болмаса бірде сүрінетіні анық. Енді өздеріңізді көріп жатсыздар ғой, қазір ешкімнің атағына, шеніне, дақпыртына қарап жатқан жоқ. Сондықтан Ақмешіт адалдық алаңының анықтаған кемшіліктердің барлығы да айналып келген кезде мына сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау, содан кейін барып мына халыққа қажетті нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу, жалпы мына халықтың өзі шартын қоятындай, өзі бір талабын қоя алатындай, соның бір ыңғайына, заманның ағымына қарай бейімдей алатындай белгілі бір шарттары бар бұның. Ал енді Ақмешіттік адалдық алаңы ол өзінше шешім шығармайды, ол өзінше ұсыныс бермейді, ол таза мына жаңа айтқандай осы бір қайшы келетін әрекеттерді, тәуекелдерді, коллизияларды соларды анықтап біздің департаментке береді, біздің департамент оны өңдеп, содан кейін барып біз заңды шешім шығарамыз оған қатысты. Сондықтан осы мақсатта рейдтік шаралар өз жалғасын таба береді. Репортер ұсынады хабары, алдағы уақытта да бірлесіп жұмыс жасауға әзір. Заң баршаға ортақ, ол адамдардың әлеуметтік статусына, лауазымдық қызметіне қарамайды. Әсіресе құқық қорғау органдары мен мемлекеттік қызметкерлер қоғамға үлгі болуы тиіс. Сондықтан ел мүддесі үшін қызмет атқарып жүрген тұлғалар заң шеңберінен шығатын қандай да бір іс-әрекетке бармас бұрын заң алдында жауап беретінін естен шығармаған абзал.